Анамызды сағынышпен еске аламыз. Мақышбайқызы Клара 1939-2023. Біздің сүйікті анамыз Мақышбайқызы Клара 1939 жылы 11 қарашада Қордай ауданы Сұлутөр ауылында дүниеге келген. Әкесі Мақышбай, анасы Рысжан, кішкентайынан әжесі баланың тәрбиесінде болған. Анамыз 18 жасқа толған соң ата әжесінің батасымен Ақтерек ауылындағы Қожаберген атамызбен Алтынай апамыздың шаңырағына келін болып түседі. Анамыз ата-енелерінен, ауыл үлкендерінен, алдыңғы абысындарынан қосағымен қосағар деген тілекті көп естіпті. Сол тілек қабыл болып, Құдай қосқан жарына адал болып отбасының отын 65 жыл әкеміз Бекенмен бірге жағып, гауһар тойға жетті. Асыл анамыз жер бетінде өмір сүрген 84 жыл ішінде мейірімділіктің, адамгершіліктің, шынайы махаббат пен батылдықтың үлгісі бола білді. 7 перзентке өмір сыйлап, шаңырақты шаттыққа бөледі. 30-ға жуық немере шөбереге аяулы әже болды. Балалары мен немерелеріне өмірде өз орындарын табуға, еңбектенуге, тәрбие мен үлгі өнегесін бере білді. Әрдайым қиындықтарға төтеп беруге, жақсылыққа ұмтылуға, жамандықтан аулақ болуға үйретті. Ұлын ұяға, қызын қияға қондырды. Анамыз 5 уақыт намазын қаза қылмаған жан. Елі құрметтеп төсіне алтын алқа тағып, батыр ана деп марапаттады. Өз өмірінде тек бала тәрбиелеп, қызмет жасап қана қоймай, ауылда да өткізілген қоғамдық іс-шараларда Наурыз той, қазақ үй тігу және тағы басқа шараларға атсалысты. Ауылға, әулетке, келінге тән ибалықтың үлгісі бола білді. Ағайын туыс арасында беделді, сыйлы, үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін абзал ана болды. Анамыз өз өмірі туралы Жетім қозы тас бауыры отығарда жетілер кітабын және әкемізбен бірге халық ауыз әдебиеті негізінде тараған шежіре туралы ұрпағыма болса деймін аманат атты кітаптар жазды. Әкеміз бен анамыз ата-баба рухын кие тұтуды, ұлттық әдет ғұрып пен салт дәстүрді сақтауды және бағалауды ұрпағына аманат етті. 2023 жылы 8 желтоқсанда Сұмажал анамызды ортамыздан алып кетті. Самай шашыңнан алдында ана бас ұрдым, бөпеңнің тербеп бесігін әкемнің даңқын асырдым. Елеусіз емес еш үлгім, кем қылмай елден өсірдім. Жақсымыз болса жар салып, қатеміз болса кешірді. Қашанда балам, қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам, ол менің анам.
отан деп әркез үн қатқан, көтерген жүгі мың батпан, алтыннан биік қадірі өсірген мені құндақтан, көздерін ашқан бұлақтың сәулесі сөнбес шырақтың, жайқалып ана жүре бер, есігі сенсің жұмақтың. Қашанда балаң қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам. Қашанда балаң қарыздар саған, жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам. Жер бетіндегі ең сұлу адам ол менің анам. Пейілің далай, көңілің бала, жер бетіндегі ең сұлу ана ол менің анам. Айырылып ана деген асылдан, бізді өсіріп асулардан асырған, бір жыл болды жүрегіміз жаралы, сағыныштан көңіліміз қаралы. Ана деген аяулыға тең келер, ешбірі де татымайды пенделер, адал жар мен баласына қайғыдан, не қылсаң да еш шара жоқ емделер. Бүгін міне жиналған жұрт асында, еске аламыз кешкендерін жасында, әруағына бағышталған Құранды, жаратқаным қабыл алшы дұғамды. Енді міне естелік болып қала берді суреттер, бұл қазадан жаралы болып қала берді жүректер, қара жерге анамызды қия алмай, сағыныштан ыстық жасты тыя алмай. Еске аламыз Құран оқып асыңызда, періштелер демеу болып қасыңызда, рухыңызға рахым тілеп жаратқаннан, пенделерге бар мейірімін таратқаннан. Аяулы ана, асыл жар, сүйікті әже, ардақты құдағи, жанашыр бауыр, Мақшбай қызы Клара анамыз. Жатқан жеріңіз жайлы, төріңіз жұмақ болғай.